Армысыздар, қымбатты көрермендер. Бүгін біз киберпсихология жайында әңгімелесеміз. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ильясқызы, және осы киберпсихология туралы толыққанды ақпарат беретін ол Индира Әшімхан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сонымен жаңа заман дамыған сайын, тың технологиялар енгізілген сайын, енді қазір бізде сандық дәуір деп жатамыз. Осыған байланысты күн өткен сайын жаңа терминдер қосылып жатыр. Соның бірі ол киберпсихология. Журналист ретінде мен білем оны, маман ретінде сіз білесіз. Бірақ халықтың арасында киберпсихология таңсық сөз. Сол жөнінде бірінші айтып өтсек. Киберпсихология дегеніміз қайдан шықты? Жалпы киберпсихология деген ол екі саланы қосатын бір мамандық. Кибернетика. Жалпы кибернетика ол грек тілінен аударғанда ақпаратты басқару. Машиналар дүниесінде адамдардың кез келген мына қоғамда болып жатқан ақпараттарды қабылдау, оны өңдеу, оны түрлендіру, оны қайтадан жіберу, бұл кибернетика деп аталады. Негізі кибернетика дегенде кейбір адамдардың ойына машиналар, роботтар елестейді ғой. Енді оның ар жағында не жатыр? Оның ар жағында ақпаратты өңдеп, сол роботтарға ендіру және роботтардан бері қарай шығару. Бұл процесті біз кибернетика дейміз. Енді психологияға ендіретін болсақ, қазіргі біздің интернет әлемінде әлеуметтік желілерді, жалпы әлеуметтік интернет дүниесінде адамның қарым-қатынасы, одан алатын мінез құлқындағы өзгерістері, одан кейін бір-бірімен қарым-қатынас орнату түрлері, типтері, соның барлығын киберпсихология зерттейді. Яғни киберпсихология ол жаңағы интернетке тәуелділікпен интернеттің ішінде болып жатқан әртүрлі процестерді зерттейтін мамандық. Бұл негізі жаңа мамандық, қазір Қазақстанда жаңа өрлеп келе жатыр. Негізінде Қытайда, Финляндияда, Америкада 2000 жылдары тіпті бұл мамандық өршіп, киберпсихология мамандығын алып жатқан, беріп жатқан университеттер де бар. Оны алып жатқан адамдар да бар. Енді қазіргі таңда біздің киберпсихологияда Қазақстанда мектептің психологтарына бұл жұмысты жүктейтіндей. Мен өзім коллегаларым енді былайша айтқанда жаловаться етіп жатыр да. Бізге сендер сондай дүниелерді атқарыңдар дейді, бірақ та олардың енді компетенциялары жетіспейді. Өйткені киберпсихолог тек қана біз сияқты классикалық психологияны зерттеп қана қоймай, ол бүкіл жаңағы машиналардың, интернеттің ішінде болып жатқан әртүрлі процестердің, ойындардың, жаңағы әлеуметтік желілердің ішіндегі механикасын түсінетін, былайша айтқанда IT маманы болу керек қой. Сонда киберпсихология IT маманмен кәдімгі классикалық психологияны біріктіретін, ішінде жас ерекшелік психологиясы бар, тұлғалық ерекшелік, содан кейін тұлғалық психология, одан кейін когнитивті психология дейді ғой, әлеуметтік психология, соның барлығын зерттеп, соның барлығын біріктіретін мамандық. Өте қиын, негізінде оңай дүние емес. Ондай мамандар біздің елімізде бар ма? Енді қалай айтсам, бұл ондай мамандар қазір бізде бар болып келе жатыр, оған оқытып жатыр деп айтайын. Киберпсихологияны ойын құмар мысалы адамдар болады. Сол сияқты бір тәуелділікке бейім келетін адам ретінде қарастыруға бола ма? Оны бір киберпсихологияны психологиялық ауытқу ретінде қарастырамыз ба, жоқ па? Әрине, жалпы киберпсихология адамның мінез құлқына интернеттің, әлеуметтік желілердің әсерін зерттейді. Былайдан қарап отырсақ, қазіргі заманда әсіресе 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің арасында интернетке тәуелділік көп. Яғни интернеттің арқасында олардың психикасының ауытқуы да көп деп айта аламыз. Енді оны біз мысалға жұмыста көріп жүрміз. Ата-аналар келеді шағымданып, менің балам интернетте күні отырады, одан кейін интернетін албаса, телефонды албаса, агрессивті мінез құлық көрсетеді, тамақ ішпеймін деп, өзімді өзім өлтірем деген сияқты. Енді бұның барлығы шынымен де біздегі кибер әлемнің, енді интернет әлемінің психикамыздың ауытқуына себеп болғанын көреміз. Жалпы адам жұмасына 30 сағаттан артық интернетте уақыт өткізсе, ол оның психикасының ауытқуын білдіреді. Енді былай осыған келе, енді фобиялар неше түрлі шығып жатыр. Американдық зерттеушілердің, жаңағы айттым ғой, Қытай, Финляндия зерттеушілерінің, ғалымдарының зерттеуінше, мысалға қазір FOMO деген бір фобия бар,
енді ол аббревиатура ағылшыннан, яғни ақпаратты өткізіп алу қорқынышы. Яғни әрбір секунд сайын WhatsApp тексеру, Instagram'ды тексеру, бір келді ма, хабарлама келді ма, сол мысалға тревожный состояние, үрейлі. Бұл мысалға қазіргі біздің жастарға да, өзіміз сияқты ересектерге де тән енді психиканың ауытқу формасы. Енді егер де біз бұл нормадан, границадан ары шығып кетсек, біз қатты күйзеліске ұшыраймыз. Сондықтан соны еске сақтау керек. Одан кейін тағы осыған қарама қарсысы 4MB дейді, ол яғни мені интернетте көрмей қалады деген қорқыныш. Ол енді блогерлерге қатысты шығар. Ол блогерлерге қатысты. Одан кейін жаңағы қазір кішкене жасөспірімдердің өсіп келе жатқан ішіндегі қол жеткізетін мақсаты, арманы десе, мені интернетте танымал болсам, менің салған суретімді лайк салса, менің жасаған видеоларымды репост жасаса, менің жазған посттарымды біреу коммент жасаса деген асыра бір қажеттілік, ол да бір фобияның түрі. Ол да бір психиканың ауытқу формасы. Бұл жерде мысалы бала күнінде ата-ананың махаббатын қалайтын балалары, қазіргі кезде сол интернеттің назарын өзіне, интернетте отырған қауымның назарын өзіне аудартқысы келетін жағдай келе жатқан сияқты. Сондай заманға келе жатқан сияқты. Қазір негізі жаңағы киберпсихология бүкіл университетте, мектептерде, үйде, мысалға ақпараттар көп тарайды интернеттен, ол жақта эмоциялар көп беріледі. Неше түрлі мысалға дүниелерді көреді. Және де ата-анасы егерде мысалға балаға сол эмоцияларды жай ойын барысында, қарым-қатынас барысында, бір кружоктар барысында бере алмайды ғой, енді көбінесе ол ата-ана жұмыста жүреді. Бере алмай қалған жағдайда мысалға бала интернетке оңай кіріп кетеді. Сол жақта отырады. Одан кейін сол эмоцияларды интернет арқылы алады. Оны мысалға бізде мошенниктер немесе жаңағы маркетологтар кейбір дұрыс емес интернет арқылы мысалға баланы өзіне баурап, оның психикасын, бүкіл мінезін, ақшасын, былайша айтқанда, өмірін, гигабайт дейміз, мысалға бүкіл барлығын өзіне тәуелді қылып алады. Сондықтан да біз ата-аналардың құлағына енді алтын сырға. Бірақ енді ата-аналар, мен де өзім ата-анамын, 2 қызым бар. Мен мысалға өзім жұмыста істеу білгерім керек, ата-ана да болып үлгерім керек. Ел ретінде, келін ретінде, оның ішінде бүгерін сыпырып тастап, интернет сыпырып тастап, тек қана ана жақта жүрсем өмірден қалып бара жатқан сияқты тағы да бір сезім туындайды. Сондықтан осы жерде бір балансты сақтауымыз керек. Тепе-теңдік болу керек. Тепе-теңдікті сақтауымыз керек, Одан кейін тағы киберпсихология келетін болсақ, тағы қазіргі мысалға көп өзіме жұмысқа келіп жатқан қыздардың ішінде, адамдардың ішінде коммент жазудан қорқатын. Өзін ойын айтқысы келеді. Бір жаман дүние қолданып жатады, айтылып жатады, ақпарат беріліп жатады. Бірақ соған өзін ойын айту, коммент жазудан қорқады. Жазсам, маған атака, шабуыл жасайды деген, ол мысалға тредофобия. Сондай да бар. Ал айтпаса, ішінде анау ашу-ыза кек тұрады. Айтып тастамаса, тағы жынданады. Не істеу керек ондайда? Не істеу керек, көрдіңіз бе? Ол үшін енді не үшін қорқасың? Мен сынға қалудан қорқам. Және де маған атака жасайды. Неше түрлі жабық аккаунттардан атака жасайды. Мені тауып алуы мүмкін дейді. Көрдіңіз бе? Ал ақпарат бізге миымызға кірген соң, біздің организмде реакция пайда болады. Реакция мысалға біреуге ұнамауы мүмкін. Сол енді анау адам интернет пен өзінің ойлары, өзінің эмоцияларының ортасында қалып қалады ғой. Сол мысалға интернеттің бізге осындай зияны да болуы мүмкін. Мұндай адамдарға қандай кеңес бересіз? Енді бұндай адамдарға іштей өзіне сенімділігін өсіруге кеңес беремін. Сіз өзіңіздің ойыңызды әдемілеп жеткізуді үйренуге кеңес беремін. Мысалға кейбір адамдар комментарий жазғанда тиісіп жазып кету мүмкін. Мысалы, ол ескермейді, елемейді. Көбінесе сіздер өздеріңіз арқылы жазсаңыз да, ол комментарийлер бейтарап болады. Егер сіз сен деп тұрып жазсаңыз, әрине ол шабуыл комментарий болады да, одан кейін ар жақта оқып жатқан кез келген адам өзіне қабылдап атака жасауы мүмкін. Сондықтан комментарий жазудың да психологиялық тактикасы керек. Тактикалары бар. Одан кейін тағы да бір фобия, ол селфи-фобия. Қазіргі жастардың арасында, бүкіл әлеуметтік желілерде өзінің фотосын, посттарын, енді қазір әлеуметтік желіде сен жоқ басан, яғни сен әлемде жоқсың деген тренд бар ғой. Соң қыздар, балалар, тіпті жас жігіттердің өздері түрлерін, мен түрім ондай емес деп комплексқа кетеді. Ол да селфи-фобия, сол киберпсихологияның ішінде зерттелетін бір
форма. Көбі пластикалық операцияларға жүгінуге, немесе өзін сол менің түрім басқа біреудің түрі сияқты емес деп өзінің дамуын тежеп тастайтын мысалға тағы бір фобия. Ол да өте маңызды, әсіресе мектепте оқитын жасөспірімдер үшін. Бұл жалпы тұлғаның қалыптасуына да кері әсер етуі мүмкін ғой? Әрине. Мұндай жағдайда не істеу керек енді? Сіздерге мысалы ата-аналар осындай бір жағдаймен келіп жатса, иә, балаларының арасында осындай бір мәселені көріп жатса, не істеу керек? Енді ол енді психологияны бұл классикалық тұрғыдан айтатын болсақ, ол балаға негізі 3 жасына дейін, 5 жасына дейін өзіне сенімділік қалыптасады. Егер де 3-4-5 жасына дейін сен әлемдегі ең әдемі, ең сұлу баласы, мен сен осы түріңді жақсы көремін, менің әдемім, мен сұлуым ханшайым деп өсірсек, ол бала интернетке өзін толық қабылдап, өзін түрі қандай бар, солай сала беретін болады. Егер де бұл байланыс кішкентай кезінде үзілген болса, бір қандай да бір дүниелері үшін ғана біз баланы жақсы көретін болсақ, әрине ол өзін өзгемен салыстырып өтеді, өмір бақи. Әрине бізден де біреу бай, бізден де біреу әдемі болуы мүмкін, бізден біреу жас болуы мүмкін. Ол өмір бақи жүретін процесс қой, үрдіс. Сондықтан бұл балаға ішкі ата-анадан берілетін сенімділік. Енді біз ондай келіп жатқан жағдайда біз баламен және де ата-анамен жұмыс істейміз. Ата-анамен жұмыс барысында оның баламен қарым-қатынас орнату түрлерін ұсынамыз, үйретеміз. Енді ол бір сағатта шешілетін дүние емес. Сөйтіп, мысалға, олар сол фобиялардан шығады. Сосын тағы фобияның бір түрі имидж фобия, иә, былайша айтқанда, сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Кездесті ме мысалға өзіңізде, Жан, біреумен сөйлесіп отырып, смайлик қойып жердіңіз де, одан кейін уайымдайсыз. Туй, мына смайликті зря қойдым ба? Негізі кез келген адамның өзінің мінезіне қатысты бір қойылатын белгілі таңдаулы смайликтер болады сияқты. Менің өзімде де мысалы қолданатын бір 3-4 смайлигім бар. Одан басқасын қолданбаймын. Өзімнің сол ішкі жан дүниеме келіп тұр ма, сол кісімен әңгіме барысында келіп тұр ма, сол смайликті қоямын. Бірақ енді ол смайликті дұрыс қойдым ба, жоқ па деп шыны керек ойланбаппын. Ойланбайсыз. Сіз өзіңізге белгілеп алдыңыз, көрдіңіз ба? Ал сенімсіз, иә, адамдар мысалға әрбір смайлик үшін уайымдайтын адамдар бар. Ол да, иә, мысалға олардың ішіндегі үрейлікті өсіріп, өмір, мысалға, біз бүгін сізбен сөйлестік, сіз жүргізушісіз, мен сіз жүргізушіге мынандай ок деген смайлик жіберіп қойдым да, ойбай, ол мен туралы не деп ойлады, мені бір серьезный емес екен деп ойлады ма, деп күні бойы сол уайымда жүретін адамдар да бар. Енді оларда сондай жаңағы имидж фобия деп айтсақ болады. Көрдіңіз ба? Яғни біздің күнделікті өмірімізде енді 24 сағат интернетке біз кіріккен болған соң, интернетте болып жатқан әрбір дүниеге психикалық тұрғыдан реакция негативті қалдырып жатсақ, оның барлығы біздің психикамыздың ауытқуына әкеліп жатыр. Бұл ауытқуды емдеу мүмкін бе? Немесе былай айтайықшы, осындай жағдайға келмес үшін не істеу керек? Киберпсихологтарға жүгінбес үшін не істеу керек? Жалпы бұндай ситуацияларға тап болмау үшін адам өзіне өзі сенімді және де өзіне кешірімді болу керек. Қандай смайлик жіберсең де, қандай комментарий жазсаң да, басқа өзгенің ойын қабылдап, өзгеге кешірімді, өзіңе кешірімді болу керек. Енді ол қазір сен осылай болу керексің дегеннен адамдар солай болып кетіп жатса, бүкіл киберпсихология деген проблема туындамаушы еді. Бұның барлығы терең жатқан дүниелер, бұның барлығы біздің тұлғалық қалыптасуымызда кеткен минустар. Ол минустың барлығын психотерапия ғана емдеп шығара алады деп айта аламын. Жалпы осы жерде жаңағы психологтың, психотерапияның, психиатрдың рөлдерін атап өткім келеді. Мысалға, психолог ақпаратты тыңдап, зерттеп, рекомендация, ұсыныстар береді. Мектеп психологтар мысалға қарайды, зерттейді, директорға бір ұсыныстар береді, балаларға ұсыныстар береді, ата-аналарға ұсыныстар береді. Мысалға, роутерді шектеңіз, роутер мысалға күндіз сағат 3-ке дейін ғана жұмыс істейді, 3-тен кейін уже істемейді күнді. Мысалға, кейбір ата-аналар телефондарына балаларға интернетке тежеу қояды. Интернет сағат 1-ден 5-ке дейін ғана істейді. 1-ден 5-ке дейін ол ойнайды, қарым-қатынасқа түседі, 5-тен кейін өшіп қалады. Осындай ұсыныстарды мысалға психолог береді. Егер осындай ұсыныстарды ата-ана және де бала ұстай алмаса, өзінің өміріне кіріктіре алмаса, онда ол психотерапевтке жүгіну керек. Психотерапевт оның мінезінде қалыптасып қалған машық дейді ғой, паттерн. Соларды жұлып алып тастауға және де оны трансформациялауға көмектеседі. Ол әрине бірнеше сеанстардан тұратын кәдімгі терең жұмыстар.
көрдіңіз бе, психотерапевт, психолог екеуі екі маман. Мгм. Егер де границадан шығып кетіп жатса, психологиялық термин, мысалға шектен шығып кетіп жатса, ол баланы немесе ол адамды біз психиатрға жібереміз. Психиатр дәрі дәрмектің көмегімен стационарда, амбулаторный немесе қарап оны емдейді. Көрдіңіздер ме? Жаңа мысалға кейбір адамдар осы интернет әлеміне кіріп кеткені соншалық өзіне қарауды қою мүмкін. Тамақты интернетті көріп отырып жеуі мүмкін, семіреді. Киіміне, тамағына, тазалық гигиенасына қарамау мүмкін. Ешкіммен қарым-қатынасқа түспей, яғни тірі адамдармен, тек қана виртуалды өмірдегі әртүрлі бір, былайша айтқанда, персонаждармен қарым-қатынасқа түсіп 24/7 отырып алуы мүмкін. Енді бұл жерге психотерапевт та, психолог та көмектесе алмайды. Бұл жерде уже психиатрия, психиатрдың көмегімен. Бұл кәдімгідей ауытқу ауру болып саналады. Ауытқу болып кетеді, бұл жерде ол уже тереңге кіріп кеткен психикалық ауытқу. Мысалға Қытайда, Финляндияда 2000 жылдары уже больницаларда кибер зависимость, кибер тәуелділіктен емдейтін болып жатыр. Енді 20 жыл, 30 жыл бұрын ол жақта басталды. Біздің қазір Астананың ішінде де кейбір орталықтар адамдарды осындай интернет тәуелділіктен емдейді. Ең басты емделеді ғой бұл? Емделеді, бірақ ұзақ уақыт емделеді. Сондықтан басқа сигналдарында ата-ана да өзіңіз, мысалы мен өзім тәуелділігімді түсінемін, мойындаймын. Ең бастысы мойындау керек. Мен шынымен де интернетті ашып қарамасам, инстаграмды ашып қарамасам, бір ақпараттан құр қалатын сияқтымын. Сондықтан да мен мысалға жаңалықтардың ақпаратына кіріп алғам. Одан кейін жолдастардың өмірін қарап шығуым керек. Мен түсінем, мен осознаю дейді, бұны мен сезінем, мойындаймын. Одан кейін өзіме сол үшін 1 сағат берем. Түнде и таңертең, мысалы. Басқа уақытта мен отырсам, не үшін отырсың, не мақсатпен отырсың? Жай ғана өмірді өткізу ма, әлде бір ақпарат алып жатсың ба? Сол сияқты өзіңізге сұрақ қоясыздар. Енді бұны психологияда саморегуляция, өзін-өзін бақылау деп аталады. Өзін-өзіңді бақылайсың. Егер де өзіңді бақылай алмай жатқан жағдайда, енді жаңағы психиатрлар көмектеседі. Осы өзіңді бақылап үйренгім келеді десеңіз, психотерапевтке барасыз. Бірақ біздің қоғамда әлі де психотерапевтке бару дегеніміз бір өзіңді сырқаттар қатарына қосу дегенмен, мен псих болып кеттім деген сияқты сондай оймен қабылданатын сияқты. Бұл жерде енді ата-аналардың өзі де балаларын мысалы психологқа көрсетеміз десе, біраз шамданып жататын білеміз. Мұндай жағдайда не істеу керек? Бұны стигма дейді, яғни ұялу дейді. Сол психологқа барудан ұялуды стигматизация деп атайды. Біз мысалға енді тісіміздің қаңғұрттап жатқанын кейбірі жасырып жүре береді. Кейбірі барып емдейді. Біреуінің асқазаны ауырып жатқанын елемейді, ескермейді, жүре бере ме? Жүре береді. Біреуі барып емдейді. Сол сияқты қазіргі таңда 10-15 жылға қарағанда, мен мысалы бұрын 15 жыл бұрын психологияның дамуымен қазіргіні қарасам, қазір жастар енді даже үлкен кісілер 60-тан астам адамдар мысалы қазір киіп жатады. 60-тан асқан адамдар. Бұрынға қарағанда қазір стигма азайды, яғни ұялмайды ешкім. Психологқа барудан, психотерапевтке барудан ұялмайды, бірақ та әлі де аздау. Демек мойындайтындар аз. Мойындайтындар аз, особенно еркектер қауымынан, бірақ та жоқ емес, жігіттер де келеді бізге, ер адамдар да келеді, үлкен кісілер де келеді. Нақты осы интернет тәуелділіктен емделу үшін баратындар бар ма? Мен интернетке тәуелдімін деп келмейді, бір проблеманы айтқанда ішінен шығады. Оказывается, тәуелді екен. Мен өзімді блогер қылып дамытпасам, мені ешкім көрмей қалады, мен өзімді сондай, неуспешный. Жетістікке жетпеген адам ретінде. Жетістікке жетпеген адам сияқты сезінем деп қыз келіншектер, жігіттер келеді. Сосын сұраймыз ғой ар жағында, неге, қалай ойлайсың, не үшін саған блогерство керек, блогты жүргізу үшін не жетіспейді дегенде жаңағы шығады. Мен жаңағы фобиялар шығады. Мен біреуден дұрыс сөз айтпай қалсам, маған атака, комментарийлер, немесе мені репост жасап шулатып жіберем ба Қазақстанды, немесе менің айтып жатқан дүниелерім ешкімге қызық емес, лайк жинамай қалады, мен жүрегім тағы ауырады. Ал енді интернеттен басқа өзің дамуыңды қарастырасың ба десем, жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Сонда менің дамуым тек тікелей интернетпен ғана байланысты деген қате жалған пікір. Шын керек қазірдің өзінде жұмысқа қабылдаған кезде бұрынғыдай түйіндемей еңбек жолына емес, ең бастысы әлеуметтік желідегі парақшасына қарайтын болған. Бұл да бәлкім осы интернет
яғни киберпсихологияның дамуына алып келген факторлардың бірі шығар. Әрине. Иә. Енді осы әлеуметтік жаңа фобия деп жатамыз, иә. Әлеуметтік фобияның өзі қайдан шыққанын сіз айтып жатсыз, иә. Бір-бірімен адамдардың қарым-қатынасы. Содан кейін жаңа білім туралы айтып қалдыңыз. Біздің елімізде қазір енді қаржылық сауаттылық деген жақсы дамып келе жатыр. Кезінде ақсап қаншама адам қаржылық пирамидаларға мысалы, иә, бас ұрып қалтасы қағылғандарын білеміз. Дәл осы сияқты қазір цифрлық сауаттылықтың жоқтығынан алдағы уақытта көп мәселе туындайтын сияқты. Осы проблеманы қалай шешуге болады енді? Иә, киберпсихология тек қана психологиялық сауаттылықты емес, цифрлық сауаттылықты талап етеді. Қазір Құдайға шүкір деп айтайық, былайша айтқанда мектепте бастауыш сыныптан бастап цифрлық сауаттылықты кіріктіріп жатыр. Цифрлық сауаттылық әлбетте маңызды дүние. Өйткені шынымен және сіз екеуміз білсек, көп адамдар, қария адамдар, балалар осы интернет желісіндегі неше түрлі айла тәсілдерді білмеу мүмкін, және де өзінің мәдениетін білмеу мүмкін, интернетте қалай өзін ұстау керек. Соның барлығын жаңағы цифрлық сауаттылық береді. Бұл керек дүние. Ол цифрлық сауаттылық артқан сайын меніңше адамдарда жаңағы фобияларды азаятын сияқты. Өйткені сен бәрін білген соң, өзіңі бәрін реттеп алған соң, өмірің бір ретпен жүретін болады. Ал сол ақпарат мысалға жалпы мысалға жаңағы кез келген фобияны алсақ, иә, селфи фобияны алсақ, цифрлық ақпараттың ішінде менің ойымша мысалға сол бір селфи фобияны ендіріп ақпарат берсе, мысалға сенің түріңе емес, сенің харизмаңа немесе беріп жатқан пайдалы ақпаратыңа мысалға қызығады деген сияқты, иә. Адам мысалға фокусты өзінің түрінен алып тастап, дүниесінің қызығына, оның качествосына мән беретін болады. Яғни мен не қалтырамын осы интернет әлемде? Иә, жай ғана әдемі түрімді қалтырайын ба, әлде шынымен ақылды бір ойларымды қалтырайын ба, идеяларымды қалтырайын ба? Сол сияқты енді цифрлық сауаттылық өте маңызды дүние. Бірақ қазір дамып жатыр, мектепте бастауыш сыныптан бастап цифрлық ақпараттық сабақ бар, пән. Өмірге келгенде не қалдырам деген бұрын сұрақ болушы еді, қазір әлеуметтік желіде не қалдырам деген, иә, сауал туындайтын болған. Расында цифрлық сауаттылық қазір мектептерде енгізіліп жатыр. Бұның деңгейі де менің жеке пікірім, әлде ең басты енді бастамасы бар, енгізілді. Бірақ соны жүйелі түрде, шынайы өмірде қолданудың тәсілдерінде дұрыс қарастыру керек сияқты. Себебі ол жерде цифрлық сауаттылық, иә, интернет желісін дамыту, интернеттің бір терминдері, интернетте пайдалану, иә, сондай бағыттағы ақпараттар беріледі, білім беріледі. Бірақ нақты шынайы өмірдегі жаңағы сіз айтып отырғандай, мысалы селфи фобия дегеніміз номофобия, 3D-фобия, оларға қатысты ондай ақпараттар жоқ. Сондықтан менің ойымша, енді жеке пікірім, дәл осы мәселелерді енгізіп балаларға мектеп жасынан бастап оны үйрету керек сияқты. Бұл енді біздің әрине тек қана үкіметтегілерге емес, жеке ата-аналардың өзі де айналысатын бір қазіргі сұрақ болу керек сияқты. Одан кейін мына қайтадан бала тәрбиесіне оралсақ, сіз бағана айтып өттіңіз, қазіргі кезде балалардың дені жасыратын емес. Менің де балаларым бар, интернетте отырмайды емес, отырады. Оларды мүлде шектеп тастауға да болмайды, себебі өмірден қалып қояды деп жатамыз. Себебі ол жерде көптеген арасында өзінің дамуына қажетті, заманауи дамуына қажетті мәліметтер болуы мүмкін. Осы орайда балалардың мына шектен тыс отырмас үшін ата-ананың жаңағы уақытты шектеуінен бөлек тағы да бір қандай да бір жүйелі, жоспарлы істер атқару керек пе? Қалай ойлайсыз? Әрине, міндетті түрде. Көбінесе қателік қайдан кетіп жатады? Ата-ана балаға үстінен қарап тұрып, телефонды өшір, қой дейді. Қарама дейді, бірақ өз телефон ұстап жұмысын жасап жатады. Содан балада мысалға іштей не туады? Өкпе реніш туады. Неге маған болмайды, а сен отырсың? Сондықтан да маған келеді ғой, сол ата-аналармен бірге сондай жұмысты үйренеміз. Кешке жақын, мысалға сағат 8-ден 9-ға дейін бір үйдегі іспен бәріміз бірге айналысамыз. Ол не? Тамақ пісіру мүмкін, үй жинау, бір күні шкаф жинау, бір күні кітап оқу, бір күні теледидардан бір мультик көру, бір күні есік алдына шығып серуендеу, жерде отыратын активті ойындар,
иә, карточкалармен ойындау. Енді ата ананың өзінің ішінде мысалға үрейлік болса, ата ананың ішінде баласына деген, енді былай мен айтамын, жабық жүрек болса, қош баланы тудым, өзі өссін, жай ғана үстінен контролировать етем деген болмайды. Сондай мысалға парадигмада өмір сүретін ата ана болса, бұның барлығын жаңағы психотерапиялық жұмыстар кезінде біз жөндейміз. Жай ғана психолог ретінде мен айта аламын, әрине, иә. Кешке жақын бірге серуендеңдер, ойын ойнаңдар, тамақ пісіріңдер, үй жинаңдар, баланы өзіңмен бірге қызықты әлемге шақыр деп айта аламын. Бірақ та енді тәжірибе, практика показывает другое дейді ғой. Тәжірибеге келетін болсақ, ата аналардың өздеріне балалармен уақыт өткізетін қызығушылықтар жоқ. Былайша айтайыншы, қатты болса да. Сондықтан да баланың тыныш отырғаны үшін біз телефон беріп қоямыз. Ол кезде өзіміз қызық әлемде отырамыз. Көп ата-аналар мысалға күйеулеріне шағымданады. Мен күйеуіммен баламды тастап кеткен кезде, мысалға күйеуім балама телефон ұстатып қойды, өзі диванда жатады, сосын балам өзі интернетте отырады деп олай да шағымданып келеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан енді әйел бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербетеді деп айтып кеткендей, біз дүниеге баланы әкелген соң, бұл баланы енді бір 12 жасқа дейін толыққанды жауапкершілікті өзімізге артып, өзімізбен бірге былайша не дейді, сүйретіп дейме, ілестіріп жүрміз керек. Күйеуімізбен бірге жүріңдер далаға шайық, саябаққа шайық, жүріңдер ойнайық, жүріңдер гречка тазалайық. Былайша айтқанда, мен ұн жаям, сендер картошка аршыңдар деген сияқты осындай ұсыныстар бере аламын. Оның барлығы ата-ананың өзінің ішкі мотивациясынан туындайды. Егер мотивацияңыз болмай жатса, онда психотерапевтке барып бірге шешу керек. Қалтыра салуға болмайды. Және психотерапевтке неғұрлым ерте барса, соғұрлым нәтижелі болады. Одан кейін, мысалға, жас өспірім балалар 3 кезеңнен өтеді. Мысалға, 10 жастан 12-13 жасқа дейін, мысалға, олар әлеуметке кіріге бастайды. Сол кезде, мысалға, олар интернетте отырып қалса, екінші кезең 13-17 жасында, яғни уже бой түзеп, өзіне кумир іздеп, өзінің бір тәжірибелерін, эксперименттерін жасайтын периодты ол өткізіп алады. Оны өткізіп алса, үшінші кезең 17-ден 19-21 жасқа дейін ол студент болып, бірінші собеседованияға барып, өзінің авторитетін, имиджін қалыптастыратын периодқа кіре алмай қалады. Көрдіңіз бе? Одан кейін, мысалға, ертең мынандай жолы болмаған үлкен адам болып шыға келгенде қап дейміз, Сондықтан да міне осы жерде психологиялық ақпарат бірінші кезеңде баламен бірге әлеуметтік желіде емес, қоғамға кіріктіріп өсіруіміз керек. Одан кейін сол бірінші кезеңнен ол екінші кезеңге жақсы өтеді деген сөз. Екінші кезеңде жақсы өткерсе, ол ашық, жетістіктері мол студентке аталады. Жетістіктері мол ашық студент болса, ол ертең кез келген жұмысқа собеседованиеден өте алады. Ал бізде қазір өкінішке орай балаларды туа салып, коляскада өздеріңіз ТРЦ-ларда көріп жүрсіздер ғой. Колясканың алдында өстіп Маша и Медведь мысалы қосылып тұрады, мамасы өзі жүреді. Дәл сол уақытта ғана болса, бір сәрі. Бірақ та дәл сол уақытта и так та ТРЦ-да әдемі ғой, неше түр нәрсені. Жай көзбен қарап отырса, мысалға, көзбен зерттесе, дыбыстарды естіп зерттесе, ол да оған өте көп ақпарат, артық ақпарат. Ал мынау кибер ақпарат, одан да оның миын, зрениясын, көзін бәрін қатты бір қысымға келетін дүние. Енді ол бала ертең сосын тілі шықпайды. Қазір, неге көп аутизм мен ЗПР, ЗР-дармен, диагноздармен кеп жатады. Ол тілі шықпай қалуы мүмкін. Сосын садикте мысалға коммуникация орната алмайды. Потому что мамасы мысалға тоже өзінің интернет әлемімен, өзінің имиджімен, жаңағы номофобиясымен, селфи-фобиясымен жүрген әйел. Ең өкініштісі кесірі оның балаға тиеді. Ертеңгі күні ана соңында жетістікке жеткен болғанымен баланың бір жерінде ауытқу пайда болып, ертеңгі күні қоғамнан қалыс қалып қоятын жағдайларда болуы мүмкін. Бұның барлығы сонда түптеп келгенде бір киберпсихологияның айналасында болып жатқан қоғамдағы дүниелер, киберпсихологияның, бұл осы бәрін зерттейді, осының барлығын айтады, интернеттің бізге мысалға қанша мықты зиян екенін біз айтып жатырмыз. Сіздерге бұл интернет әлемі зиян келтіру ықтимал, балаңызға да, сізге де, сіздердің қарым-қатынастарыңызға да, күйеуі мен әйелі де бірге жатып, екеуі екі жақта смартфонда жатады қазір. Енді жатсын жарайды, бірақ та анда-санда бірге көңіл көтеру, ойнау,
бір үйдегі дүниелермен айналысуды кіріктірейік, ұмытпайық, соны балансты ұстайық. Иә. Бұл жерде енді баладан бұрын цифрлық сауаттылық ата-анаға керек дейсіз ғой. Әрине. Иә, цифрлық сауаттылық және үйдегі тәрбие ең маңызды рөл атқаратын дүние екенін ұмытпау керек. Және цифрлық демократия деген де бар. Соны ашып көрермендерімізге айтып өтсек. Цифрлық сауаттылық пен цифрлық демократия, иә, қоғам үшін осы екеуінің қайсы маңызды? Енді бұл екеуі де маңызды дүние. Цифрлық сауаттылық адамның өзінің сауаттылығы, өзінің өміріне қажетті дүниелерді алу үшін керек болса, оқу тоқу үшін, және дүниелер сатып алу үшін, немесе сату үшін. Енді цифрлық демократия ол көбінесе өкіметте болып жатқан дүниелерге өзінің ойын білдіру. Голосовать ету, қазіргі мысалға жақсы мектепте WhatsApp чатына ата-аналарға сауалнама жібереді, барлығымыз тез өзіміздің ойымызды білдіре саламыз. Немесе мектеп тарапынан да ссылка жібереді, ішіне қарап тез өзің мнениеңді білдіре саласың. Мектеп 5 минутта мысалға өзіне статистика көреді, біз осылай істейтін болып шештік, ата-аналардың ойы осындай деген сияқты. Цифрлық демократия көп жақты көмектесіп жатады. Енді оны қаншалықты таза, қаншалықты әділетті болып жатқаны енді оны көре жатармыз былайша. Бірақ та цифрлық демократия көп нәрсені жеңілдететін дүние. Интернеттің басты плюсы деуге болады. Интернеттің басты плюсы, қазір біз үйден отырып эговқа, мысалға заявка береміз, немесе өзіміздің дауысымызды береміз, мектептегі дүниелерді шешеміз, жұмыстағы дүниелердің барлығын осы цифрлық енді демократияға енетін сауалнамалар арқылы ойымызды білдіріп жатамыз. Енді ол бірінен бірі шығып тұр. Цифрлық сауаттылығымыз болса, оның ішінде біздің цифрлық демократиямыз жатады. Енді үлкен кісілерде кейбір қария адамдарда осы фобия, сенбеу, ой қойш, бармаймын. Олар таңертеңнен асықпай тұрып, одан да очередьқа тұрып, мысалға өздерін барып сол жерде қағазбен, немесе өзінің ойын айтып, приемға кіріп, жазылып, мысалға жатады ғой. Оларды сенбейді, олар сенбейді, өйткені олар бұрынғы кездегі адамдар. Ал қазіргі жастар Токаев онлайн дейді, мысалға, өзінің ойын сол жерде қалдырып кетеді, немесе үйдің әрбір ЖКХ-ның емесі бар андай. Арнайы чаттары бар. Чаттары бар, соған өздерінің ойларын жазып кетеді, менеджер отырады да, соны обрабатывать етіп жатады. Сосын сіздің заявкаңыз орындалды деп айтып жатады. Мысалы, оның барлығы цифрлық демократия. Яғни осы жерден бізге тұлғалық бір жеңілдік береді, тұлғалық босаңсу береді. Демократия деген сол ғой енді. Тұрғындардың дені бұл терминдерді білмегенімен күнделікті өмірде қолданып жатады. Тіпті мына интернетке тәуелділік, кибер психологияның өзі әр адамның өмірінде бар. Бірақ оны біз біле бермейміз. Тура сол сияқты демократия жаңағы, цифрлық демократия, ол да біздің өмірімізде күнделікті кездеседі, бірақ біле бермейміз. Ал түптеп келгенде кез келген нәрсенің оң және сол түстері болады. Ең бастысы оны адам қалай қолданады соған байланысты. Ол негізі қазір бір кибер психология, бізде интернет біз үшін жаман, ойбай, сақтаныңдар деп айтқан дұрыс емес шығар. Тек қана кез келген тұлғалы ішілік бір балансы бар адам интернеттен де, тағамнан да, киімнен де өзіне керегін ғана алады ғой. Бұрын мысалы интернет болмаған жағдайда бізде адамдар басқа да тәуелділіктерге бейім болған. Алкогольдік, наркотикалық, шопингтік, немесе тамақтан, мысалға заеданиямен страдать еткен адамдар. Бұл сол сияқты тағы да бір адамның ішіне, дүниесіне, мінез құлқына байланысты асыра сілтеп кететін дүние болды. Оны қорқатын ештеңкесі жоқ. Егер де шамадан тыс қорқыту болып жату мүмкін. Ойбай, сендерді цифровизациялық рабствоға апарады. Бұл ертең сендер ешқайсыларың ешқандай бір нәрсе жасай алмайсыңдар, барлығы басқарылып отыратын болады деп мысалға шошытып жататындар бар. Ондай теория бар, ондай парадигма бар. Бірақ та жоқ, оның барлығын іштей сіз берік болсаңыз, өзіңізге сенімді болсаңыз, өзіңіз жаңағы цифрлық сауаттылығыңызды арттырсаңыз, оның барлығын тепе-теңдікте ұстауға болады деп мен успокаивать еткім келеді енді. Өйткені и так та халық үрейлі. Кез келген нәрседе өзі жаңағы айтқандай тепе-теңдік болу керек. Және адамның өзінің
режим дейді ғой, Өзінің иә, режимі. режиміне байланысты. Өзіне керекті дүниені алу. Былай қарап отырсаңыз, ақылды адам минимум 5 сфераны бірге алып жүреді, иә. Ол оқу, тоқу, жаңағы культура, иә, мәдениет, одан кейін өзінің ұнайтын ісі, хобби, иә, одан кейін жаңағы қарым-қатынасы, иә, отбасы мысалы. Күйеуі үйленгендер болса өзінің отбасымен, үйленбеген болса ата-анасымен, туған-туыстарымен. Осы 5 сфераны мысалы кез келген адам бірдей дөңгелету керек, былайша айтқанда. Енді егер де осы мысалы қарым-қатынасты мен ұнатпаймын дегендер интернетке қашу мүмкін. Иә. Адамдардан қорқам. Олар бұрын мысалға интернет болмағанда да қоғамнан тыс өмір сүретінді қалайды, тауға кетіп қалады, ешкіммен көріспей жүреді мысалы. Одан кейін мысалы хоббиіммен білмеймін немен айналысатын. Маған ештеңке қызық емес. Ол да уже депрессивті, апатиялық күйдің белгісі. Ол да интернетке кіреді, отырады, жай ғана интернет серфингпен айналысып, иә, кез келген ақпаратты жеп отырады, былайша айтқанда. Интернет серфинг, бұл да бір жаңа термин. Иә. Одан кейін мысалға интеллектуалды тұрғыдан дамытпайтын адам, қараңғы адам тек қана сол бір застревание, иә, психологиялық тұрғыдан ойынға ғана қадалып қалу. Ол ары қарай саған не береді? Мысалға кез келген саналы адам сұрақ қояды. Ары қарай не? 5 жылдан кейін не, 3 жылдан кейін не? Өстіп бүкірейіп 3 жыл ойнап отырдым, міне. Ары қарай не? Енді ондайға сұраққа жауап беретін адам әлбетте бұдан шығу жолын табады. Ал егер де сұраққа жауап бермесе, туған туыстар, ата-аналар, жаңағы айттым, тағы да жоғарыда айтып кеттім, тағы айтайын. Астананың өзінде бізде орталықтар бар. Интернет тәуелділіктен емдейтін орталықтар бар. Іздеңіздер, барыңыздар. Оған дейін жеткізбеу үшін психологпен, психотерапевтпен жұмыс істеңіздер. Өміріңізді мәнді, сәнді, баланста ұстап тұруға мүмкіншіліктер көп. Әрине ол адамның өзіне байланысты. Сондықтан кез келген адам өзінің өміріне міндетті түрде бір анализ, сараптама жасап тұру керек. Мен не істеп жатырмын? Тіпті мына жаңа жыл келгеннің өзінде біз жаңа жоспарлар құрамыз ғой, сол сияқты қазіргі өмірім көңілімнен шыға ма, мына интернет мен үшін не беріп жатыр, оңтысы қандай, минусы қандай деген сияқты сұрақтарға жауап алған сайын адам өзінің бір нақты сауалдарына жауап алады және өзінің өмірін көркем ете түсуге, сәнді, мәнді ете түсуге мүмкіндік алатын сияқты. Біз енді бүгін Индира ханым сізбен көп көрім кибер қауіпсіздік және осы цифрлық сауаттылық бойынша көрермендерімізге жақсы бір мәліметтер бердік деп ойлаймын, бере алдық деп ойлаймын. Егер бір ақпарат алса да біз үшін ол әрине үлкен қуаныш. Сондықтан уақыт бөліп біздің көрермендеріміз үшін осы мәліметтер бергеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Шынымен бір кішкентай ақпаратты түйін қылып алсаңыздар, біз үшін ол өте үлкен қуаныш. Рахмет сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.